Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен еттен пирог дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалатын. Міндетті түрде видеом соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы суға дәміне қарай тұз және пісте май қосып араластырамыз. Ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Салмасына фарш, пияз, картоп, асқабақ және дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып араластырамыз. Асқабақ міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Қамырымызды екіге бөліп жайып аламыз. Қамырды табамызға орналастырамыз. Үстіне салмамызды салып, тегістеп шығамыз. Екінші қамырды да жайып, осы табамызға үстіне қойып шығамыз. Бетіне жұмыртқаны араластырып жапып шығамыз. Ортасын видеодағыдай кесіп, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Осымен етті салмамен жасалған пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.